Сәлеметсіз апай, маған нан, сүт, қант, май бере қойыңыз. Иә. Сол баяғыша алып жүрген. Апай, маған бір съемка көресің. Иә, иә. Неше 150 теңге қазір. Мә, апай, мен тиынды ұмытып кеттім, үйге барып келейінші да. Сәлеметсіз апай, маған ана Джуси дейтін соктан сосын бір лейс бере қойыңыз, үлкен түрін. Так, неше теңге? 400 теңге. Так. Апай, 20 теңге бітіріп кейін алып берсем бола ма? 20 теңге бітіріп тапты. Әкеліп берсем бола ма? Рақсы. Танисыз ғой мен. Так, апай, маған сармай, сосын не алып еді? Інім дәптер сұраған, дәптер. Содан кейін не айтып еді? Бір буханка нан. Сосын маған бір ғана сұйық маймен, сосын бір нан бересі. Иә, нан. Сол сұрайын дегенім, мама айтып отыр, жасық қойсын деп отыр, ертең айлық алғасы береміз. Иә. Айлығасы берсе, білесіз ғой, күнде төлеп. Сәлеметсіз апай, маған бір нан бересіз. Ой, рахмет. Нандарың свежий ма? Қашан келген? Таңертең. Қаяқтың наны, таза ғой да, әйтеуір. Достар, осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнайды деп ойдамын. Ұнаса сызықтың жоғары тұрған белгісін басып кетіңіздер. Және менде фон өзгерді. Иә, себебі біз жаңа үйге көшіп кеттік. Сондықтан менен көптеген видеолар сондайлар күтіңіздер. Иә. Сондықтан сызықтың жоғары белгісін басып кетіңіздер. Және мен ВКонтакте, Инстаграмның барлығын тіркеліп кетіңіздер. Оның барлығы описание.